Майқайыңдағы жарылыс, жоғалған автобус қайда? Өз көзіммен көрдім, былайнан түсіп кеткен ғой. ЧС-тің бастығы қайда? Неге ол кісілер келіп, мына кісілерді тездетіп таптырмайды? Мен балам тауып берсін. Басқа ештеңе сұрап тұрғаным жоқ бұлардан. Ұлым 13 жыл жұмыс істеді, құтқарушы болып. Енді оны өзі ешкім құтқара алмай жатыр. Біреуді құтқарғанымен. Өткенде міне осы бір айдай болды ғой. Бүкіл жәнегі ұлдарына бүкіл жағдайын жасап берсін. Қаладан үй алып берсін. Бүкіл жағдайларын жасап асырасын. Бүгін жолдасым Айдос Шаймерден мен жүргізушінің опырылған шұңқырдың астында жатқанына бір айдан асты. Іздестіру құтқару жұмыстары тоқтатылды. Ең оңай шешім жұмысты тоқтата салу ма? Я шетелдік мамандарды шақыруға қаражатын құртқылары келмейді ме? Қайырлы кеш, көреміз көрермені. Бүгін бізде арнайы шығарылым. Бұл мәселені біз ескермей өте алмадық. Себебі бүгін күллі қазақтың түн ұйқысын қашырған оқиғаға қатысты ақпарат таратып, барлық тосқауылға қарамастан жүргізген журналистік зерттеуімізді назарларыңызға ұсынбақпыз. Біздің батылдық басты проблемалардың шешілуіне мұрындық болады деген сенім мол. Өздеріңіз білетіндей, осыдан 1,5 ай бұрын Қазақстан кеңістігінде бұрын соңды болмаған апат Павлодар облысы Майқайың ауылында орын алған еді. 3 қаңтардан 4 қаңтарға қараған түні шахта жарылып, автобус тереңге құлады. Көліктегі 4 адамды төтенше жағдай қызметкерлері жан ұшыра іздеді. Нәтижесінде 2 құтқарушы өлі күйінде табылса, өкінішке қарай тағы 2 жайлы әлі күнге дейін ешқандай хат-хабар жоқ. Апатты алдын ала ауыздықтау мүмкін бе? Жері шұрық, тесік, Майқайыңдықтарға қандай қауіп төніп тұр? Ауылдар алаған тілшіміз назданбаған бірде-бір тұрғынмен жолыға алмағаны рас па? Көреміз. Қаңтардың 3-нен 4-не қараған түн Павлодар облысы Баянауыл ауданынан 45 шақырым қашықтықта орналасқан Майқайың алтын кен орнында теп-тегіс жатқан жер аяқ асты опырылып, 4 кісі мінгескен автобус шұңқырға құлайды. И упадет туда. Как-то ровно стоял, да, что-то остановился. Тас жолдың бойында болған жарылысты қалың ұйқыда жатқан ауыл тұрғындары да естіпті. Артынша қара жердің жарылып қана қоймай, шұңқырға 4 адамды алып кеткенін білген олардың берекесі қашқан. Апаттың орын алғанына 1 айдан асса да, майқайыңдықтар сол түнді қорқынышпен еске алады. Дүмпу білді ғой. Сол түн күні мен далаға шыққанда мына жерден сездім жүргенде. Түнгі 1-2-3 кездерінде. Жарыс болған анау асты кетіп отыр ғой, саман үйлер. Ақырын түсе береді осында. Бізге сезілді. Мен түнге қарай шыққам. Жердің өзі бұлай қозғалғанда не сезіп бұлай жүрген кезде сезілді. Ошым қатты жарылыс болды ғой. Ертесіне сол білдік, сол шахтаның ар жағында түсіп кеткенін. Біз білмедік оны. Сосын ойладық біз шахтадан жарды ма деп. Күнде олай сезілмейді. Өз көзіммен көрдім, былайнан түсіп кеткен ғой. Бірсыпыра жер. Бізге жақын 300 метр ма, 400 метр сондай екен. Енді ойламаған апат қой, мен қалай қазір ойлап көрсек енді рас сол жерде өзімізде болуымыз мүмкін еді. Бірақ Аллаға шүкір енді мен қалай айтуға да болады қазір. Артынан енді естігенде өзіміз ойладық, қиын. Енді сол жерде жүріп жүрген адам түсіп кетсек бәріміздің басымызға келеді ғой. Ең сорақысы Майқайың алтын кенішіне апаратын тас жолдың мұндай қауіпті екенін ешкім білмеген. Ауылдағы такси жүргізушілері 4 түлігін жазда да, қыста да жайылымға апарған малшылар мен шопандар да ештеңе сезбепті. О жермен енді қарапайым кісілер де жүреді машинамен. Фермаға барады. Мын жақта көбі малшы қарады, сол мал қарайды, жылқыларын қарайды. Сол өзі бір жол ғой, сол жол құлап кеткен ғой. Енді оны айтқанбыз біз осындай, 300 метр жақын ғой уже үйдің астына, шахта осындай деп. Айтады бізге шахта жоқ мынаның астында деп. Білмеймін енді олар қалай жоқ деп тұр, өйткені мынаның асты шұңқыр ғой. Шахта жақтан жаңағы апат болған жерден біз аса жүреміз. Ойлаған жоқ біз анада түсіп кетеді деп.
былай қарасаңыз ана жерде аварийный ситуация шындығында бар екен. Мен өзім 20 жыл осы Майқайың өңірінде таксовать етем, екі басым екі ортаға. Сол екі ортада көбінесе жүремін. Енді анда-санда ана жақта қасында қарама-қарсы көрген шығарсыздар. Үйлер, кісілер тұратын. Сол жерден біз клиент аламыз, мысалы, сол жерге апарамыз. Сол жерден алыс емес. Ауыл тұрғындарымен тілдескеннен кейін мазалайтын сұрақтардың көп екенін түсіндік. Мәселен, Майқайың тас жолындағы жолаушылар мен жүргізушілер жылдар бойы бастарын қатерге тігіп, жандарын шүберекке түйіп келген бе? Мұны алда анықтаймыз. Ал жер опырылып, тереңдігі 150 метрге жуықтайтын шахтаға құлағандар қашан табылады? Ресми деректерге сай, нөлден төмен температура, қатты екпінді жел мен боран құтқарушылардың жұмыстарына қиындық туғызып тұр. Бірақ төтеншеліктер күнде бастарын қауіп қатерге тігіп, жоғалғандарды іздеуде. Алайда төтенше жағдай департаментінің жұмысына көңілі толмайтын адамдарда жетерлік. Олар оқиға орнына көріпкелді алып келді. Толығырақ келесі сюжетте. Майқайыңдағы қорқынышты аймақ квадрокоптерге жазылып, бұл көрініс 32 рулы елге тарады. Жарылысты көргендер мұншалықты тереңге құлаған адамдардың аман қалғанына сенбет. Және бұл күдік орынсыз болмай, аз уақыттан соң оқиға орнынан 2 құтқарушының мәйіті табылып, тағы 2 адамның үйінде астында қалғаны белгілі болды. Енді он туған туысқандар, представьте, что переживают. Біз чужие тобіне жанымыз ашып нетіп жүрміз. Білмеймін, уже неше күн болды, қалай олар іздеп жатыр, никакой вообще дайындық жоқ. Білмеймін енді, или шетелден біреу шақырсын, действительно, или Россиядан ба, қайдан, олар уже телефонмен де айтып жатыр. Мынандай жерден іздеу керек, былай іздеу керек деп, енді, может, олардың гордостары жібермей тұр ма? Или унижаться они не хотят? Қандастар үшін қайғыдан қан жұтқан қазақстандықтардың санында есеп жоқ. Бір айдан бері табылмай жатқан 2 адамның тағдыры күллі елдің назарында. Бірақ бәрінен бұрын құтқарушы Айдос Шаймерденнің үйінде астында жатқаны жарына ауыр тиді. Қара жамылған келіншек 20 күннен кейін оқиға орнына Айгүл есімді көріпкелді шақырған. Вроде бы вот эти 2 человека, которые эти оба и выходили. Енді я надеюсь, там, где я указала, даже когда я ехала сюда, он мне указывал Айгуля. Розовая, да? Ты увидишь розовый, я тебе подскажу, ты просто приедь. Я поехала, я увидела там эту розовую тряпку, о которой он говорил. Поэтому указали, но это не так просто сказать, что сейчас повернулись. Я же говорю, это не как сумку поднять и в другое место. Там каменистая местность и не каменистая, там все есть. Поэтому если успеют, я думаю, может быть, выйдут сегодня на след, а если не успеют, то, наверное, завтра, Лауса, наверное, услышим. Вроде бы показали в духе все. Правда. И даже то, что мне говорит, Айгуля, розовая, ты приедешь, ты главное приедь. Розовая. И я смотрю, и это розовый передо мной стоит. Я правда была в полном шоке. Көріпкел қайғылы жағдай орын алған жерге келіп, болжамын жасады. Алайда арада 20 күнге жуық уақыт өтсе де, төтенше жағдай қызметкерлері үйінде астында қалған жандарды таба алмай әлек. Жер үстіне автобустың кейбір бөлшектері мен қос дөңгелегі шықты. Автобус апатынан қайтыс болған құтқарушылар мен жұмбақ жағдайда жоғалған азаматтардың жақындарының шындығы қандай? Акциясы шетелдік компанияға тиесілі Майқайың алтын кеніші қауіпті аймақта орналасқан ба? Толығырақ шағын жарнамадан соң тарқатамыз. Төртінші қаңтар түні Майқайың тас жолы кенеттен опырылып, 4 жолаушысы бар автобус шұңқырға құлады. Іздеу жұмыстарының басталғанына 1 айдан асса да, көлік ішіндегі тек 2 құтқарушының мәйіті табылып, ал үйінде астында қалған тағы 2 адам әлі күнге дейін іздестірілуде. Қазіргі таңда оқиға орнында төтенше жағдай бригадасы мен 50-ге таяу жаңа техника жұмыс істеп жатыр. Дегенмен бұл жоғалған жандардың жақындарының көңілін көншітіп тұрған жоқ. Сонымен марқұм құтқарушылардың туған туыстары көремізге қандай сыры ақтарды, оларға мемлекет тарапынан қандай көмек берілмек көреміз. Майқайыңдағы апат анық түсірілген бұл видео желіде қызу талқыланды. Алайда көреміз тілшілері видеоның оң жақ шетінде тұрған сағат тіліне мән берген бойда Майқайың тас жолының түнгі сағат 12-ден 58 минут кеткенде жарылғанына көзіміз жетті. Ал шыңырауға құлаған жұмысшыларының жазатайым жағдайға ұшырағанын бекіту үшін жасалған
актте апат уақыты 01 сағат 25 минут деп көрсетілген. Демек, қарапайым логикаға жүгінер болсақ, кеншілерді құтқаруға келген автобусты тоқтатуға мүмкіндік бар еді. Себебі жарылыс 25 минут бұрын орын алғанды, және мұны көрген куәгердің барын атышулы видеодан аңғаруға болады. Сонымен болар іс болды. 4 адам мінгескен қоғамдық көлік көз байлам уақытта шұңқырға құлап кетті. Ал артындағы жеңіл көлік қуанышқа орай тоқтап үлгерген. Автобус құлағаннан кейін дереу құтқару штабы құрылып, 2 адамның мәйітін жер үстіне алып шықты. Олар 53 жастағы Олег Леонидович және 23 жастағы Сарқыт Бердіхан. Сарқыт Бердіхан Қытай Халық Республикасынан 2006 жылы қоныс аударып, Жетісу облысына қарасты Қабанбай ауылына көшіп келген. Марқұм шаштараз және мал дәрігері мамандықтары бойынша білім алған. Кейіннен жұмыс бабы бойынша отбасымен Павлодар облысы Баян ауыл ауданына қоныс аударған. Мұнда Май Қайын авариялық құтқару взводының құтқарушысы қызметін атқарыпты. Марқұмның жары күйеуінің өлімін жазатайым оқиғамен байланыстырмайды. Жарылыс болған кезде сағат 1-де ана жер жарылған. Оны охранник көрген. Охранник звондаған кезде только пожар деп айтқан. Пожар болып жатыр деген. Ал басқалай жер опырылып жатыр десе, олар да жынды емес сол жерге бармайды ғой. Охранник дұрыс айтқанда олар бармайтын еді ол жерге. Или болмаса жарайды құлап кеткеннің өзінде артында машина бар ғой. Ол кісілер хоть бізге хабарласа, өзіміз түсіп, может өзіміз құтқарар едік. Бір кісі болған екен, экскаватормен мен өзім алып шығайын деп. Автобустың арты сағат 8-ге дейін көрініп жатқан. Мен экскаватормен ананы іліп алсам, мен алып шығам деп айтқан екен ана кісі. Но бірақ мына шахтаның бастығы оған рұқсат бермей қойыпты. Экскаватор түсіп кетеді деп. Сонда адамның өмірінен қарағанда жәнегі қайдағы жоқ темір қымбат болып тұр ғой оларға. Марқұм Сарқыт Бердіхан соңғы демі қалғанша өмір үшін күрескен көрінеді. Алайда келіншегі оның шұңқырдан шығуына ауыр тастың кедергі болғанын айтты. Менің жолдасым уже кәдімгідей жарыққа дейін, уже жақын қалған жерге дейін ол тырмысып шыққан. Тоққа тасқана басып тұрда. Кеше бізге бір кісілер келді, шахтадан жұмыстан. Ол кісілер біз енді фотодан көріп тұрмыз, оның қалай жатқанын, қалай болып жатқанын. Ол кісілер бізге айтады, біз қазып алдық топырақтың астынан дейді. Но фотодан біз көрсек, кәдімгі тасқа тоқа сол жағы бастырылып қалған. Солай көрініп тұрда, но олар бізге неден топырақтың астынан қазып алып шықтық деп өтірік айтып жатыр да бізге. Біз өзіміз көріп отыр ол қалай жатқанын. Ол кәдімгідей тырбысып шыққан, кәдімгі киімдерінен көрсеңіз, кәдімгі тізесі бәрі топырақ ол тырмысқанша кәдімгідей жоғарыға дейін. Только тас қана басып қалып отыр ғой. Уже жақындаған ғой, жарға ше. Жақындаған кезде тас басып отыр ғой. Шыңырау астында көз жұмған тағы бір құтқарушы қарапайым отбасыдан шыққан Олег Тышкевич. Ол өмірінің 27 жылын осы мамандыққа арнапты. Саналы ғұмырында адам өмірін арашалауға жан таласқан азаматты әріптестері құтқара алмады. Ал небәрі 1,5 жыл бұрын анасын жер қойнауына тапсырған Яна енді міне Асқар тауымен де мәңгіге қош айтысты. О трагической погибели я узнала от соседей. Предприятие не позаботилось об этом. Я узнала после обеда. Как пишут в Инстаграме, мне было выделено 4,5 миллиона. Было выделено только 2 миллиона сорнякам Май Қайын. Не было бесплатного психолога, которого должны были предоставить. Я пользуюсь услугами психотерапевта, который стоит 20 000 тенге. Мой папа – это мой герой, мой защитник. Мы с ним вместе выбирались из депрессии. И сейчас я разбита и не знаю, что делать. Нет никакой связи с вышестоящими органами, с руководством и с предприятием. Все буквально спрятались и оставили нас с братом 1 на 1 с этой бедой. Мой отец отработал 27 лет на любимой работе. Отдавал всего себя. И погиб от своей храбрости и бесстрашия. Он погиб от халатности предприятия.
Марқұмдардың туыстары жақындарын жер қойнауына табыстады. Алайда бұдан қайғымыз азайған жоқ дейді. Олар табылмаған тағы 2 азамат үшін жандарын шүберекке түйіп отыр. Бір ай бұрын Павлодар облысы Майқайын ауылында апат орын алды. Құтқарушылар мінген автобус алтын кенішіндегі шұңқырға құлап, 2 адамның денесі табылды. Ал құтқарушы мен автобус жүргізушісі сол күйі үйінде астында қалған. Әкімдік таратқан ақпаратқа сүйенсек, іздестіру жұмыстарына барлығы 141 адам, 50 бірлік техника, 1 кинологиялық есеп және 2 дрон жұмылдырылды. Десе де, жоғалған адамдардың туыстары ресми ақпараттың шындыққа жанаспайтынын айтып, ағынан жарылды. Әкімдік таратқан ақпарат фейк пе, шындық па? Сюжетке зер салайық. Майқайындағы апаттан кейін төтенше жағдайлар департаменті жедел штаб құрып, артынша министр баспасөз өкілдеріне арнайы брифинг ұйымдастырды. Сырым Шәріпханов жоғалған 2 адамды табу үшін бар күш жігерімізді саламыз деп уәде берген болатын. Автобус провалился и апат болған аумақта терең шұңқырлар пайда болған. Сол себепті де автобусты тауып, сыртқа шығару оңайға соқпайын деп тұр. Легко не удастся, но тем не менее мы привлекли все подразделения. Барлық бөлімшелер мен мекемелер автобусты іздеу жұмыстарын жүргізуде. Автобустың нақты қай жерде орналасқанын және шұңқырлардың қаншалықты терең екенін білу үшін геосканерлеу функциясы іске қосылды. Уверенными, что автобус далее не провалится. Сейчас работают автобус тереңге құлап кетпес үшін барлық жұмыстар жүргізілуде. Дәл қазір опырылған жердің тереңдігін білу үшін ауыр техникамен арнайы жасақ жұмылдырылған. Олар жердің тереңдігіне дейін барып, автобусты алып шығу үшін шаралар қолданып жатыр. Алайда, автобусқа дейін әлі 5 метр тереңдік бар. И самое главное, обеспечить безопасное, еще раз повторяю. Бастысы жердің терең қыртысына баяу түсіп, зерттеуіміз қажет. Қазіргі ең басты мәселе құтқарушылардың қауіпсіздігі. Біз қауіпсіздік шараларын ұстана отырып, автобусты сыртқа алып шығуымыз керек. Непростой говорить о каких-то конкретных сроках, часах и днях. Бұл өте күрделі сұрақ. Автобусты қашан, қай уақытта алып шығатынымызды айту әзірге ерте. Для того, чтобы провести геосканирование и удостовериться. Геосканерлеуден өткізіп жатқан сәтте іздестіру шаралары уақытша тоқталуы мүмкін. И я думаю, что сондай-ақ құтқарушыларға қауіпті екенін сезілсе, іздестіру жұмыстары уақытша тоқтайды. Автобус достать и достать тех 2 спасателей, одного спасателя водителя с этого автобуса. Ресми деректерге сай құтқарушылар оқиға орнына түрлі заманауи технологияларды алып келген. Алайда олардан пайда аз дейді жоғалған құтқарушының әкесі. Бүгін міне 13-ші күнге кетті, жұмыстары сылбыр жүріп жатыр. 4 күні таңда келгем, содан бері міне істеп жатқан жұмысына көңілім толмайды. Ана жерді қаздық, мына жерді қаздық деп мәліметті солай беріп жатыр. Или жоғарыдан басып тұрма, или дұрыс жұмыс істей алмай жатырма. Менің балам тауып берсін. Басқа ештеңе сұрап тұрғам жоқ бұлардан. Менің жағдайымды ешкімнің басына бермесін. Баламар 150 метрге жете алмай тұр. Еңгезерде ер азаматтың егіліп жылағаны күллі елдің қабырғасын қайыстырды. Әке мен баланың арасын бөлген 150 метр бір айдан асса да құтқарушылар үшін қол жетпес тереңдікке айналғандай. Тұңғышым өз 2 балам бар, бір ұл, бір қызым бар. Тұңғышым 87 жылға. Айдосым, міне бүгін 25-ші күн тосып отырмыз. Күтудеміз. 5 баласы мен әйелі. Әке шешесі тек жасыл күтіп отырмыз енді. Ұлым 13 жыл жұмыс істеді, құтқарушы болып. Енді оны өзі ешкім құтқара алмай жатыр. Біреу құтқарғаны мен. Не айтайын енді. Тосудамыз тек. Істеп жатқан жұмыстарына көңілім тоймайды. Міне 25 күн болды ғой. 4 күн, 5 күн, 10 күн болса жарайды енді. Ал құтқарушының жары Нұрсұлу Шаймерден күйеуіме ақпарат дұрыс жетпеген дейді. Қара жамылған келіншек автобусты апатқа апарар бағыттан арашылап қалуға болар еді деп топшылайды.
мен жолдасым сол жерге бірден 24-25 минут кеткенде шамамен осы уақытта келген. Осы уақыт бойы ол жаңағы сондағы диспетчерлерге хабарласқан екен. Мен автобуспен шығайық па, әлде уточнять еткенде автобуспен шығайық па, әлде пожаркамен шығайық па. Ешкім дұрыс жауап бере алмаған. Және бұл жерде автобус жаңағы жер опырылды демеген. Бұл жерде хлопок был деген. Бірақ жаңағы экран алдында отырған, камераны қарап отыратын диспетчер айтпаған жер опырылды деп. Понимаете? Бұлар жаңағы бұрылыста келе жатқанда ана жерде бұрылғаннан кейін 40 метр болмайды жер опырылған. Барлық ақпарат беттерінде айтып жатыр ғой, 147 адам жұмылдырылды, 45 техника, мүлдем бұл жерде 147 адам жоқ. Қазір өздеріңіз барып қарасаңыздар, көресіздер. 45 техника жоқ, 3 кинологиялық есеп деп тұр, 3 емес 2, 2 дрон дейді, бұларда бірақ дрон. Үйінді астында қалған автобус жүргізушісінің інісі Амангелді Тілеубергенов техникалық құралдар жеткіліксіз дейді. Төтеншеліктердің жұмысын сынға алған ол шетелдіктерден көмек сұрау керектігін айтты. Ешқандай техникалар жоқ, міне кеше ғана келді техника, который ана тасты жаратын. Сол техника келіп, кеше міне сол тасты бітірді, енді екінші тасты жарып жатыр, соның астында деп жатыр. Жұмыстары мардымсыз, жердің бейеті, мына шахтаның ішмес даже. Мынадай жол құлап кетті, осындай воронка образовалась. Бір 200 метр диаметрмен, 100 метрдей тереңдік, 60-70 метр деді енді. Соның арасынан адам таба алмай жатырмыз. Құдай сақтасын, мына шахта құлап кетсе не болады? Мына жердің асты бәрі шахта мына жерде. Сол күні, например, шахтаның сменасына келді. 30 кісімен автобус кіріпті ішіне, осы жолмен. Ауыл 30 кісі кетсе не болушы еді? Үйінді астында қалған жандар табыла ма? Майқайындағы апаттан кейін премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр мен бас прокурор Берік Асыловқа сауал жолдаған кім? Жарнамадан кейін көреміз. Майқайын алтын кенішінде алапат апаттың орын алғанына бір айдан асса да, кәсіпорын басшылығы қандай да бір мәлімдеме жасауға асығар емес. Мүмкін компания басшысы шетел азаматы болғаннан болар. Себебі аталмыш кәсіпорын акциясының 100%-ы Кипрде тіркелген компанияға тиесілі. Ал Майқайын алтын компаниясының бас директоры Қуаныш Ботин деп көрсетілген. Сонымен шетелдік компания қазақ кеншілеріне қолайлы жағдай жасап бере алды ма? Майқайын жерінде алтын өндіруді өткен ғасырдың 30 жылдары бастаған басшылар неге үнсіз? Көреміз. Шанхай атанып кеткен шағын ауданның тұрғындары да алаңдап отыр. Оған себеп шағын ауданның асты да шахтаға айналып кеткен. Кен қазу барысында жарылыстардан үйіргес солқылдап кететінін айтып отыр жұртшылық. 100-ге жуық шаңырақ орналасқан аумақ қазіргі опырылып құлаған жерден небәрі 500 метр қашықтықта орналасқан. Бүгінде 10 мыңға жуық халық тұратын Майқайын кентінің негізгі тіршілік көзі де осы кен орындарында. Тек Майқайын алтын акционерлік қоғамында 1000-нан астам жергілікті тұрғын еңбек атқарады. Майқайын алтын ресми сайтындағы мәліметтерге сүйенсек, кәсіпорын құрылған уақыттан бері 16,7 миллион тонна кен өндірген. Бұл дегеніміз 80 тонна алтын, 1240 тонна күміс, 204 тонна мыс, 300 мың тонна мырыш. Жақында депутат Жарқынбек Амантайұлы шанхайлықтардың жай күйін мінберде талқылады. Оның айтуынша күллі ауыл қауіпті аймақта отыр. Көремізде көне шахтаның тарихына үніліп, келесі деректерді анықтады. Майқайын алтын кен орны 92 жыл бұрын, яғни 1932 жылы қаланған. Құрамында 9 кендік телім бар. Ең ірісі Майқайын В телімі. Акционерлік қоғамның 100% акциясы Кипр Республикасында орналасқан Rense Enterprise Ltd компаниясына тиесілі. Компания Милан Попович атты кәсіпкердің атына тіркелген. Ал осыдан 7 жыл бұрын комбинаттың бас директоры Қуаныш Ботин зауыттың жабылып қалу ықтималдылығы болғанын жеткізді. Былтырғы кризистардың салдарынан былтыр октябрь уақыт кезінде Майқайын алтын жабылу үстінде болды. Бірақ та акционер өзі ақша бөліп, қаражат бөліп, соның арқасында бүгін күні біраз жұмыстар іске асылып, өңдеу жұмыс техниканы орнына келтіру, ремонт жұмыстары жасалып, қазір күнде
жұмысты алға қарай жалғастырамыз деген ойдамын. Расымен жұмыс жалғасты. Себебі компанияның бас директоры Қуаныш Ботиннің сөзіне сенсек, 2018 жылы тексеріс жұмыстары нәтижесінде аумақтың өндіріске қауіпсіз екені дәлелденген. Оқиғаға осындай тап боламыз деп, ондай болуы мүмкін емес еді. Жобалау жұмыстары бойынша. Ол жолмен күндікке өзіміз де жүретінмін, мен де жүретінмін күндікке. Егер сондай нәрсе болады, сондай опырылып құлайды деген күдік или бір бір адам айтса, онда біз о жерді қоршап, о жерге жүргізбей, о жерді жаңағыдай бақылауға алушы едік. Ал бүгін күні күдік болмағаннан кейін осылай жүріп жұмыс істеп жаттықпен жайымыз болды. Майқайын алтын кенішінде 2017 жылы қызмет атқарған Азамат Таянов есімді кеніші дене жарақатын алғандықтан жұмыстан кетуге мәжбүр болыпты. Айтуынша бұрын кәсіпорында бір қатар қайғылы жағдайлар орын алған. 7 жыл бұрын сонда істеп жарақат алғанда мынау омыртқамен вагонның ортасына қыстырылып қалған. Адамдарды қайтыс болатын осындай жағдай болды. Жора деген кісі қайтыс болды мына жердегі. Сосын Арымтай деген кісінің баласы тастың арасында соның несінде қалып қояды. Мен айтқам, мынау бізде адача беріледі, шақты атқан кезде біздің үйлеріміз бәрі стенка нетеді, трещина, мынау скоро құлаймыз ғой мына жерде деп сондай айтқам 2 жыл бұрын. Алайда азаматтың сөзін ешкім ескермесе керек. Оның айтқанын басшылық ескерудің орнына халық арасына іріткі салдың деп 15 тәулікке түрмеге тоғытқан. Митинг деп бізді алды да қамап нетті. Сосын Баянға барып, Серік деген милиционер осында істеген. 2-ші этажға барып, мен пакет кигізіп, тұншықтырып, содан қолыма ине кіргізіп, мынау құлады ғой. Құлаған кезде барып айттым, 2 жыл бұрын айтып едім ғой. Мынау құлайды деп, мынандай құлайды деп шара қолданыңыздар, мынау ертең үйлерде құлайды деп. Олар мен алды да жаңағы сен мына жерде митинг ашайын деп тұрсың ба, просто мені 1-2 сағатқа ұстады болды. Тілшілеріміз апатты жағдайдың жай жапсарын білу үшін 4 қаңтар түні көмек сұраған 33 кенішінің бірімен тілдесті. Анықтағанымыздай сол күні жердің астында жарылыс болыпты. В шоковом состоянии жүрміз пока. Неожиданно болды барлығы. Как обычно, смена келдік. 2 день бірінші ночқа келдік, как раз соғына. Жаңағы массовый взрыв болды бізде. Минус 10 горизонтта. Сағат где-то 1-дің кезінде құлақтары бітеп, жаңа бірінші волна өтеді, короче. Взрыв болды, бірінші волна. Бір-біріне қараймыз, түсінбейміз не болды деп. Сосын арамызда отырған дәлен секторсынан жеттер айтты. Бір жерде камера болады, есікті ашып көріңдерші деп, есікті ашсақ, шаң көтеріліп тұрып неде. Транспортный съезда, уклонда. Где-то уже 1-2 минуттан кейін уже свет өшіп, жаңағы 2-ші волна өтті. 2-ші волна өткен кезде уже түк көрінбейтін шам болып кетті. Емшес, вахтасы бастықтар барына звондап неттік қой, айтылды ғой, сатишпа болды бізде. Сол уақытта получается, мен түсінген бойынша емшес бірінші келді негізі. Сол кезде ана түсіп кеткен жерге, сол моментта жаңағы автобус кетіп қалған. Ал сосын артынан жаңағы вахта барлығы келген. Мәжіліс депутаты сұмдық жайтты мінберде көтерсе де, неліктен іздеу жұмыстары нәтиже берер емес. Жойқын жарылыс қасақана ұйымдастырылған ба? Шағын жарнамадан кейін көреміз. Төртінші қаңтар шырт ұйқыда жатқан жұртты Майқайындағы жойқын жарылыс оятты. Анықталғандай жолаушылар мінген автобус сағат 01:25 шамасында 150 метр тереңдікке құлаған. Құтқарушылар қайтыс болған 2 адамның денесін опырылған жер астынан іздеп тапты. Ал тағы 2 адам 1 айдан бері үйінде астында жатыр. Облыс әкімі Асайын Байханов құтқарушылар автобустың дөңгелегіне жетіп қалды дейді. Алайда жоғалған азаматтардың туыстары 30 күннен бері
нәтижесіз жұмысты көріп, іздеу жұмыстарына көңілі толмай отыр. Ауыл тұрғындары кімге наразы? Майқайын қауіпсіз аймақта орналасқан ба? Дәл қазір көреміз. Кешкі уақыттарда болады. Тата үйдің қыз аяқтары бәрі сылдырлап. Яда болады, терезелер жарылып кетеді. Үйдің. Енді үйдің бағытын барып қарасаңыздар, стенкалар, мынау ескі үйлер ғой, құлайды. Бұл жақта тұруға әрине қауіпті. Енді үй болмағаннан кейін тұрамыз, не істейміз, қайда барамыз. Осы жерде 2003-тен бастап тұрам. 2003 жылдан бастап, осы Майқайынға. Бұл маңай шахтаға жақын екен, е? Қаншалықты қауіпті аға бұл жақта тұру? Бұл шахтаға жақын міне. Ұзаса сол 500-ге жетпей 200-300 метр маңайында кәне. Мына маңайдың бары артын метіп кеткен. Жердің бар жарып кеткен, міне үйдердің өзін көрдің міне. Үйдің бар жарып кеткен. Жердің әне бірақ артын кәне. Бұл шахтадағы сол взрыв ба? Жарылыс ба? Жарылыс шахтың немес жарылыстан. Мына ана шахтың атқан дүңк кетті мына. Үйдер жарылып міне. Төбесінен құм саулап. Кейбір үйдердің мәтталары сынып, ана бір нәрсе үйдердің қиысып кеткен. Кейбір құлап кеткен. Бұл үлкен проблема. Мынаны көшірмей болмайды. Бұны көшіру керек. Мынаны жоғары жақтан өкіметтен бұлама қандай бір жағдаймен мына халық қанша адам халық қырылады ғой. Мына 40-50 үй басы міне Шымайда міне. Енді жарылыстар болып отыр, бәрі ренжіп жүрген халық жетеді, үйлеріміз құлап отыр, үйлеріміз жарылып кетті дегендер. Ондай кісілер толып отыр. Шанхайдың халқы. Жарылыс болғанда үйге естіліп тұрады. Ана буровые, когда работа идут, дома слышно түгілі. Қауіпті, конечно, қауіпті. Енді көрдіңіз ғой, обстоятельства қандай қазір. Не, қорқыныш бар, конечно. Мысалы, мен бала шағам бар, мен дом построился, я же не знал, что там шахта астында. Енді теперь боимся здесь жить. Через день жарады ғой олар. Вообще бұрын ақырын жаратын, қазір өзі ақырғы бір жыл вообще невыносимо. Ана жарған кезде вообще үй трясется. Ол әңгіме енді баяғыдан бері келе жатқан сөз, үйі сол енді естіледі ғой, жарылады, енді үйлерінде естіледі. Ол енді бірнеше рет айтылған бұның бәрі. Бірнеше рет айтылған. Осылай жарылыс болғаннан кейін біздің үйіміз бүйтеді, сөйтеді деп. Енді қанша халық сөйлеседі, енді халықтың сөзі өтпеген деп ойлаймын да. Енді осы жағдай болғаннан кейін енді қазір соны қолға алады деп ойлаймыз. Бұндай жарылыс өмірді бір шетіп тұр ғой біз енді СНГ бойынша деп жатыр ғой қазір. Енді қазір білмеймін енді не істейміз. Қазір енді бәрі жабық тұр ғой. Шұңқыр астында көз жұмған марқұмдардың жақындарына қандай көмек ұсынылады? Алапат апатқа кінәлі адамдарды қандай жаза күтіп тұр? Толығырақ бейне сюжетте. Небәрі 23 жасында дүниеден өткен құтқарушы Сарқыт Бердіханның жары артында қалған екі ұлының болашағына алаңдап, үкіметке үндеу жолдады. Өткенде міне осы бір айдай болды ғой. Бүкіл ұлдарына бүкіл жағдайын жасап берсін, қаладан үй алып берсін, бүкіл жағдайларын жасап асырасын. Мен өзімнің асыраушымнан айырып отыр ғой. Ол мысалға үйдің жанында жүріп, басқандай жерде қайтыс болып отқан жоқ. Жұмыс істеп жүрген жерінен қайтыс болып отыр. 30 күннен бері іздестіріліп жатқан құтқарушы Айдос Шаймерденнің туған қарындасы техникалық құралдар жоқтың қасы дейді. Жаңағы металлоискатель, геосканер, қазатын жаңағы үс машиналар, экскаваторлар, кішігірім келетін жаңағы қол жетімді техникалық барлық мүмкіндіктерді біз жеке меншік агентстволардан алып, біз емес, жалпы жаңағы сол уақытта жүргізіп жатқан басшылықтар жеке меншік агентстволардан алып жатыр. Сол бұл неліктен жалпы егер жеке меншік тарапынан алып жатса, жалпы біздің төтенше жағдай министрлігінде, жалпы департаментте сондай қарамақта техникалық жоқ деген ғой, ахуал жоқ деген мүмкіндік жағдай дайын емес болып тұр ғой. Құтқарушы Айдос Шаймерденнің келіншегі біздің төтенше жағдай қызметкерлері жоғалған азаматтарды табуға қауқары жетпесе, халықаралық деңгейде көмек сұрауды ұсынуда. Әр адам өзінің жақын өлді деуге қимайды ғой. Мен енді сенем, енді аман сен оралса екен дейміз. Өйткені артынан бір қыз, 4 ұлы бар деген сияқты. Ол енді олардың кіші ұлымыз тіпті 2-ге де келген жоқ әлі. Соған жүрегім ауырады. Енді әке махаббатын осынша уақыт қана сезінді деймін да. Түркия елінде де 28 күннен кейін адамдар сау, тірі табылып жатты ғой. Енді мен де соған үміттенем, арамызға оралады дегенге сенем.
қолдарыңыздан келмесе шет мемлекеттерге шығыңыздар, хотя бы қандай жағдайда болсын алып шықсыншы деймін да. Майқайындағы қайғылы оқиғаға қатысты қылмыстық кодекстің 277 бабы 3 бөлігі бойынша іс қозғалды. 26 қаңтарда арнайы комиссия қорытындысы апатқа қатысы бар 7 жауапты тұлғаны анықтады. Майқайын алтын кенішінде орын алған қайғылы оқиғаның болғанына 1 айдан асты. Үйінді астында қалған құтқарушы Айдос Шаймерденов пен автобус тізгініндегі Айып Төлеубергенов әлі күнге дейін табылған жоқ. Тергеу барысында 7 адам кінәлі деп танылды. Еңбек заңнамасына сәйкес тергеу материалдары құқық қорғау органдарына жіберілді. 29 қаңтар күні Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов өзінің әлеуметтік желідегі парақшасына 2 адамды іздестіру жұмыстары қарқынды жүріп жатқандығы жөнінде видео есеп жариялаған. Майқайын кентіндегі болған оқылған жердің қасында іздестіру жұмыстары жалғасуда. Жатыр. Экскаватормен қазып белгіленген жерде автобус осы жерде болу керек деген көрсеткіштерге сәйкес жұмыстар жүріп жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігі опырылған аумақта жарықтар мен ойық пайда болғанын мәлімдеген болатын. Сондықтан іздеу жұмыстарын жүргізіп жатқан құтқарушыларды қауіпсіз жерге шығарған. Алайда арада 1 апта өткеннен кейін құтқарушы Айдос Шаймерденің келіншегі іздестіру жұмыстарының уақытша тоқтатылғанын айтып, редакциямыздан көмек сұрады. Бүгін жолдасым Айдос Шаймерден мен жүргізушінің опырылған шұңқырдың астында жатқанына 1 айдан асты. 2 адамды 1 айдан аса 4 қаңтардан 3 ақпанға дейін іздеді. Өздеріңіз білетіндей, менің жолдасым мен автобус жүргізушісі әлі табылған жоқ. Күні кеше ғана іздестіру жұмыстарының аяқталғанын білдім. Комбинаттың өз жұмысын тоқтатуы жер астында қаупі бар дейді. Бірақ 2 адам мен автобусты 1 ай бойы таба алмау деген не сұмдық. Сонда ең оңай шешім жұмысты тоқтата салу ма? Я шетелдік мамандарды шақыруға қаражатын құртқылары келмейді ме? Төтенше жағдайлар департаментінің генерал-майоры Жасұлан Қыдырғожаұлы Жұмашевтың басқаруымен Павлодар облысының әкімі Асайын Қуандықұлы Байхановтың төрағалығымен осы уақытқа дейін іздеу жұмыстарын жүргізді. Кейінгі жұмысты кен орны өздері шешім қабылдайды деп отырма. Олар жұмысты өз еркімен қалай тоқтатады? Нұрсұлу Шаймерден әлеуметтік желі арқылы құзырлы органдарға жан айқайын жеткізіп, шетелдік мамандарды көмекке тартуды сұрады. Алайда мекеме басшылығы көмекке мұқтаж еместігін жеткізді. Қанша үндеу айттым, құзырлы орган біздің жағдайымызға назар аудармады. Осы 33 күннің ішінде олар жоғалған адамдардың өздерін емес, автобус металлының қалдықтарын іздеді. Қайғыдан қан жұтып, жоғалған ер азаматтарымызды күтіп отырғанда темір іздейміз. Мен талай жылап тұрып та халықаралық деңгейде іздестіруді сұрадым, бірақ біздің үндеуімізге ешкім жауап қатпады. 2 адам 150 метр тереңдікте емес, 64 метр тереңдікте жатыр. Жолдасым жердің астында қиналып жатқанда біз қалай тыныш отырамыз? Іздеу жұмыстарын бастап алып ортасына келгенде тоқтатқандары не сасқаны. Менің талабым жолдасымның не өлі, не тірі екендігіне көз жеткізгім келеді. Құзырлы органдар менің қайғыма бей-жай қарамай тауып беруін талап етемін. Жақын күндері төтенше жағдайлар министрлігі Майқайын алтын кенішінде жоғалған құтқарушыларды іздеу жұмысы уақытша тоқтатылғанын ресми мәлімдеді. Себебі автобус құлаған шұңқырдың түбінде ойық пайда болыпты. Мамандар бұл іздестіру жұмыстарында жүрген құтқарушылардың өміріне аса қауіпті дейді. Қазіргі таңда бізде Майқайын алтын акционерлік қоғамының аумағында жүргізіліп жатқан іздестіру құтқару жұмыстары тоқтатылды. Өйткені бұл жерде
жұмыс жасап жатқан адамдардың өміріне қауіп төніп жатыр. Өйткені ол біздің экскаваторлар қазып жатқан жердің астында қуыстар пайда болып, сол жерде жұмыс жасап жатқан экскаватор жүргізушілері мен құтқарушыларына өздерінің өмірлеріне қауіп төніп тұр. Сол себептен де сол жерде апатты жою штабының бастығының орынбасарымен аталған жұмыстарды тоқтата тұру туралы шешім қабылданды. Қазіргі уақытта Майқайың алтын акционерлік қоғамымен сол жерде зерттеу үшін жұмыстар жүргізуге болады ма әлде жүргізуге болмайтындығын зерттеу үшін геология, тау-кен өндірістік қауіпсіздік саласы бойынша маман тартылып жатыр. Соның қорытындысына сай алдағы уақытта ол жұмыстардың ары қарай жүргізілетіндігі немесе тоқтатылатындығы анықталады. Бұл жерде адами факторды ескеру керек. Әрине әрбір отбасы өз жақыны болғандықтан ол кісілердің сарапынан әрине шағым болады, бірақ қазіргі уақытта өздеріңіз жаңа атап өткендей, бұл жерде біз жұмыс жасап жатқан біздің құтқарушылар мен экскаватор жүргізушілерінің өмірлеріне қауіп төніп тұрғандықтан, сол себептен осындай шешім қабылданды. Алайда күні бүгін су жаңа тағайындалған премьер-министр Олжас Бектеновтың бірінші орынбасары Роман Скляр іздеу жұмыстарының жалғасатынын айтты. Шенеунік шетелден заманауи техникаларды алдыртатынын да тілге тиек етті. Министерство по чрезвычайным ситуациям полностью отработало и все свои силы приложило для того, чтобы своих же коллег-спасателей и организации, работники которой погибли, они приложили все усилия, сделали все возможное. Бұл оқиғадан түйер сабақ көп-ақ. Ең бірінші сұрақ: Қазақстандағы шахталар қаншалықты қауіпсіз? Мәселен, осыдан 5 ай бұрын, яғни 28 қазан күні Қарағандыдағы Костенко атындағы шахтада апат орын алды. Ресми деректерге қарағанда аталған шахтада сол кезде 252 кенші болған. Олардың 206-сы сыртқа шығарылса, қалғаны жер астында қалып қойды. Қайғылы жағдайға байланысты елімізде жалпы ұлттық аза тұту күні жарияланды. Оқиға орнына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев барды. Мемлекет басшысы ретінде баршаңызға көңіл айтамын. Бұл қасірет Бәлкүстен апат болды. Апаттың кесірінен қаншама көп адам қаза тапты. Президент үкіметке кеншілердің отбасына қажетті көмек көрсетуді тапсырды. Өкініштісі, апат кезінде шахтада қалып қойған кеншілердің бірде-бірі аман қалмаған. 46 адам көз жұмды. Соның бірі домбырашы Ақынжан Орақбаев еді. Өнерді қусаң ол болар өмірден алған сыбағын. Абайла қызым тағдырдың бұралаң жолай бұраған. Әлпи апа, амансыз ба? Қалдарыңыз жақсы ма? Қайғыларыңызға ортақпыз. Көреміздің атынан, көреміздің көрермендерінің атынан сіздерге көңіл айтамыз, сабыр тілейміз. Содан қазақ бала қолында қағаз жаңа шыққандар жазып тұрған ғой. Собалаға көр деді, ана бала көріп еді, жаңаға табылмай жатқан 10 адамның ішінде әлі астында Орақбай Ақынжан шықпаған деді. Бір кезде 8 адам табылды деп келді, соның ішінде 8-і табылды деп келді. Одан жаңаға балдар бар ғой, қасымда ағайын туыстарымыз. Жүгіріп кетеді, бәрін көрсетеді, ішінде Ақынжан жоқ дейді оның. Сол кезде мен қуанып кеттім, онда 2 адам бір жерде тығылып қалған шығар. Апатты зерттеуге барған көреміз тілшілері Абай қаласында тұратын ардагер кеншілермен сұхбаттасқан болатын. Олар Қарағанды шахталарындағы апат тым көбейіп кетті дейді. Такого взрыва не было. Были, допустим, единичные случаи, смертельные. Были, что там говорить. Но не настолько таких массовых. Компания пришла к нам в 95 году. И, как я сейчас помню, когда работники компании опускались в шахту, они, начальство наше, руководство, говорило: если вас спросят, сколько вы получаете, говорите $500. Да мы тогда и доллары-то не знали, что это такое, в общем-то. Көреміздің шығарылымынан кейін асыраушыларынан айырылған отбасыларға мемлекет тарапынан қаржылай көмек берілді. Сонымен қатар ArcelorMittal компаниясы жәбірленушілерге көмектесеміз деп уәде берген. Ата заңымыздың бірінші тарауы, бірінші бабында Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары делінген. Ұлан байтақ далада қазба орындары, кен аймақтары көп. Алайда жер астынан алтын іздейміз деп жер үстіндегі
ең басты қазынамыздан айырылып қалмайық. Бүгінгі бағдарлама мінбердегі шенділердің құлағына жетіп, ақ жағалыларды ойландырады деген үміттемін. Ардақты ағайын, өте абай болыңыздар.